Саламатсыздар ма? Бүгін байланыс желісінің қондырғылары күнтізбелік жоспарға сәйкес коаксиалдық кабельдер тізбектерінде орын алатын электрлік процесстер. Жоспарымыз коммутация бөлімшелері, ақпарат тарату теориясы және оның принциптері. Ақпаратты тасымалдау үшін байланыстырушы трактор құрылады. Коммутациялаушы бөлімшелер мен коммутация түйіндерінің саны байланыстың құрылу түріне тәуелді болады. Коммутациялаушы бөлімшелердің әрқайсысы желілер мен арналардың санына тең болады, және олар телефондық хабарламалардың интенсивтілігіне тәуелді болып келеді. Берілген бағыттағы телефондық хабарламалардың интенсивтілігі бұл арналардың желілер саны дегенімізді білдіреді, және солар арқылы олардың сәйкестіктері анықталып отырады. Бұл қарапайым трактының схемасы болып келеді, яғни бізге телефон қалай келеді, қоңыраулар. Соны қарастыруға болады, яғни бізде мына абонент арқылы екінші абонентке қалай хабарлама жіберуді қарастырамыз. Коммутация жүйелері бұл бұқаралық қызмет көрсету жүйелері. Бұқаралық қызмет көрсету жүйелеріне ол транспорттық жүйелер және тұрмыстық қызмет көрсету жүйелері жатады. Транспорттық қызмет көрсетуге бұл авиа, қалалық, темір жол транспорттары жатса, яғни солар арқылы хабарлар тарату. Ал тұрмыстық қызметке бұл жөндеу шеберханалары, сауда, отель, тағы да басқа тұрмыстық қызмет көрсету жатады. Бұқаралық қызмет көрсету тұтынушылары мен клиенттерінің кездейсоқ санымен өзара әрекет жасайды. Клиенттің қызмет көрсету жүйесінде оның негізгі кездейсоқ шамалары болады. Бұл функционалдық бұқаралық қызмет көрсетудің функционалдық сұлбасы. Бұл дегеніміз шақыру көздері, ол шақырудың кіріс ағынынан және қызмет көрсету тәртібінен, қызмет көрсетуші уақыты мен шақырушылардың шығыс ағынынан тұрады. Яғни ол бірінші бізде шақыру көздері болып табылады. Ол шақыру дегеніміз бұл дейтін көздің байланыс орнатудың талап етуі, келіп түсу моментінің сипатталады. Яғни шақыру қызметтері көрсетіледі бұл жерде. Ал шақырудың кіріс ағыны дегеніміз бұл шақыру келіп түсуінің тізбектелген моменттерінің көптігі болып келеді. Шақырулар ағыны детерминал және кездейсоқ болып келеді. Детерминал ағындарға, яғни детерминал ағындар және де кездейсоқ ағындар. Кездейсоқ ағындар бұл оның тұрақтылығын, қарапайымдылығын сипаттаса, хабарлардың, ал детерминал бұл радио, телерадио арқылы таралған хабарлар. Қызмет көрсету кезегі және оның тәртібі. Қызмет көрсетуші бұл қызмет көрсетуші құрылғыларға қолжетімділігінің механизміне байланысты шақыруларға қызмет көрсетеді. Абоненттердің құрылғыларға қолжетімділігі, яғни толыққанды қолжетімділік және толық емес қолжетімділік болып бөлініп отырады. Келесі, ол бізде қызмет көрсетудің уақыты, яғни қызмет көрсету уақыты дегеніміз бұл шақырудың қызмет көрсету жүйедегі болған ұзақтығы, яғни кездейсоқ шамасы, абонентті күтуі. Одан кейінгі бізге шақырулары шығыс ағыны, яғни келіп түскен хабар екінші шығыс ағыны арқылы келесі абонентке таралады деген сөз. Шақырулардың шығыс ағыны бұл басы мен соңы бар және желіде не қызмет көрсету арқылы жіберуге жарамды жиынтықтардың саны болып келеді. Яғни бізге шақыру көздері арқылы телефоннан қоңырау келіп түсетін болса, яғни ол кіріс ағыны арқылы көрсету тәртібі және қызмет көрсетудің уақыты арқылы шығыс ағыны арқылы ол келесі абонентке жетеді. Яғни бұл шақырулар қайталанып отыруы да мүмкін. Қайталанатын дабыл пайда болады, яғни ол
телефондық хат бірінші, ол коммутациялық трактінің желілер мен құралдарының пайда болуына байланысты болады. Екіншісі, бізде телефондық хаттың интенсивтілігі, ол жоғары болған сайын коммутациондық құралдармен байланыстырылған желілер көп қажет болады. Яғни телефонды жүктеуге болады. Одан кейінгі телефонды жүктеу, ол n-1 арқылы немесе n арқылы, яғни бұл период дегеніміз, период аралығында коммутациондық құрылғыларды байланыстырудың жалпы ұзақтығы. Осы система орындалғаннан кейін бізге екінші абонентке дабл қосылады. Мәліметтерді тарату теориясының негізгі мақсаты бұл белгіленген сапаға байланысты түсетін жүктемедегі құралдардың санын есептеуге арналған әдістер. Ол үлкен жүйе сағаты әртүрлі уақыт аралығында келеді. Ол жүйенің қайда орналасқанына, яғни қалада немесе шағын ауданына байланысты орналасқанына байланысты табуға болады. Мысалы, бізде даблдар, яғни уақыт аралығына түскен даблдың тәуелділік графигі, яғни мұны қалалық бөліктерде орналасқандығы, ал екіншісі бұл белгілі бір уақыт аралығында даблдың шағын аудандардағы түскен графигі.